870 есеп сағат 11-де А қаласынан жүк машинесі 60 км сағат жылдамдықпен В қаласына шықты. Жүк машинесі 1 сағат 30 минут жүрген соң, оған қарсы В қаласынан 100 км сағат жылдамдықпен жеңіл машине шықты. Олар сағат 14-те бір-бірімен кездесті, яғни 14:00-де, 2-де. Машинелердің кездескен жері А қаласына жақын ба, әлде Б қаласына жақын ба, соны анықтау керек дейді. Сағат 11-де шыққан екен, 11:00-де шықты. А қаласынан жүк машинесі. Жүк машинесінің жылдамдығы жүкте қойық 60 км сағат. Жүк машинесі 1 сағат 30 минут жүрді. 1 сағат 30 минут жүрді. Одан кейін оған қарама-қарсы В қаласынан 100 км сағат жылдамдықпен жеңіл машине шықты. Сағат 14:00-де бір-бірімен кездесті. Машинелердің кездескен жері А қаласынан жақын ба, әлде В қаласына жақын ба анықтаймыз, қазір. Шешу өтек. Енді бұл жерде қозғалыс былай болған, А қаласынан жүк машинесі 60 км жылдамдықпен 11:00-де шығып, жаңағы 1 сағат 30 минутта шамамен мына жерге келіп алды, Шамамен мына жерге келіп алды. 1 сағат 30 минут деген 11-ге 1 сағат 30 минутты қосамыз. 11:00-ге қосамыз 1 сағат 30 минутты. Онда сағат неше болады? 12 сағат 30 минут болады, Яғни 12:30-да мына жерге келген екен. Сосын тағы да жүреді, тағы да жүргеннен кейін шамалы мына жерде екеуі кездеседі. Ол кезде сағат 14:00 болған екен. Неше сағат өтеді кездескенге дейін? Сонда 14:00-ден азайтамын 12:30-ды. Арасы неше сағат? 1 сағат 30 минут, Ол не үшін керек? Біз жаңағы мына аралықты тауып аламыз алдымен. Жүк машинесі жалғыз өзі қанша километр жүрген екен? Жүк машинесі бастапқы уақытта 60 км сағатпен көбейтем, 1 сағат 30 минут дегенім 1,15 сағат деген сөз. Өйткені жарты сағат қой. 1,15 сағатқа көбейтемін. Сонда 6 көбейту 15 деген сөз, 0 ойда 90 км жүрген екен. Мына жерге дейін 90 км жүріп тастаған. Жүріп тастаған. Енді ол мына жерге дейін тағы да неше сағат жүреді? Ол 1 сағат 30 минут жүреді дедік, бағана есептеп алдық мына айырмасын. Тағы да 1 сағат 30 минут. Ол дегеніміз тағы да 1,5 сағат деген сөз. Жүк машинесі бірінші жол жүрген жолы. Енді екінші жүрген жолы жаңағы жеңіл машине шыққан кезден бастап мына жақтан жеңіл машине шықты. Жеңіл машине шыққан кезден бастап ол 1,15 сағат тағы да жүрді, тағы да 90 км жүрді. Сонда ол барлығы жүк машинесі барлығы 90 қосу 90 180 км жүрген екен. Не жерге дейін. Енді мына жақтан жеңіл машине жүріп келді ғой, осы жерге дейін кездескенге дейін. Ал жеңіл машине жүрген жолы ол 1,5 сағат қана жүрді. 1,5 сағатты көбейтемін, оның жылдамдығы 100 км сағатқа. Сонда 100-ге көбейтем деген 2 рет өтір артқа жылжытам, сонда 150 км болады екен. Яғни мына ара қашықтық 150 км. Кездескен нүктеден мына жақта 180 км болды. Жүк машиненің жүріп келген жолы. Жеңіл машиненің жүріп келген жол 150 км болды. Бұл жерде 180 үлкен, ендеше жауабы В қаласына жақын. Бізде А қаласынан барып есептегенде, В қаласынан. Ендеше В қаласына жақын болады. Тегі 71 есеп. Бірінші тапсырмасында АВЦД төрт бұрышының әр қайсының ауданын квадрат сантиметр есебімен тік төрт бұрыштарға толықтырып, олардың әр қайсының ауданын квадрат сантиметр есебімен тауып, дәптердің аудан табу керек. Аудан АВЦД төрт бұрышының табу керек екен. Бұл жерде төрт тор көздің ауданы 1 сантиметр квадрат. Төрт тор көз
1 сантиметр квадратқа тең дейді. Ендеше мынаны тіктөртбұрышқа толықтырамын былай. Осындай тіктөртбұрыш пайда болады, иә? Осы тіктөртбұрыштан мына жаңағы аудандарды азайтып тастасам, мен мына жаңағы фигураның ауданын табамын, иә, төртбұрыштың. Ендеше бұның өзінің ауданын табу үшін біз қазір оны да төртбұрыштарға толықтырамыз осылай. Мына біреуі, мына жақ қабырғасы 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жағы 1, 2, 3, 4. 4 көбейтілген 6. 4 көбейту 6 тең болады 24 тор көз, иә, мына 24 тор көз. Со 24-тің бізге мына не керек? Жартысы ғана керек. Үлкеннен кішісіне азайтыналарды азайтпай-ақ, біз мыналардың қосындысын таба салсақ та болады екен, иә? Мына бір жартысы сонда қанша болады? 24-ті 2-ке бөлемін. 12 болады. 12 тор көз болады. Тор көз өлшемін, өйткені тор көзбен есептедім. 6 тор көз, 4 тор көз деп барлығы сонда 24 тор көз екен, оны 2-ке бөлемін, сонда мына жартысы 12 тор көз. 12 тор көз, оның 4-еуі 1 сантиметр квадратты береді дейді. Оны 12-ні 4-ке бөлемін, сонда 3 сантиметр квадрат шығады деген сөз. 3 сантиметр квадрат. Мына 3 сантиметр квадратқа тең. Енді мына жақты қарасам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Мынаған тең екен. Мына жақты қарайық. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 тең. Яғни мына төртеуі бір-біріне тең. Ондай болса, не істейміз? Жаңағы АВЦ-ді төртбұрышының ауданын табу үшін, мына бір үшбұрыштың ауданын 4-ке көбейте салам. Өйткені сондай төртеу, иә? Сонда 3 көбейту 4 тең болады 12 сантиметр квадрат болады екен. Енді екінші суретке қарайық. Бұл жерде EFK деген үшбұрыштың ауданын табу керек, иә, мына үшбұрыштың. Оны да тіктөртбұрышқа толықтырайық осылай. Тіктөртбұрышқа толықтырамыз осылай. Содан кейін осы тіктөртбұрыш мына бұрышынан былай 2 тіктөртбұрышқа бөле салайық. Осылай. Мына тіктөртбұрыштың мынау жартысы, мына жақ тіктөртбұрыштың жартысы. Екеуін табамыз да, бір-біріне қосамыз. Ендеше бірінші не істейміз? Мынаны есептейік. 1, 2, 3, 4. Бұлайынан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сонда 8-ді көбейтемін. 4-ке тең болады 32. 32 тор көз, 32-ні 2-ке бөліп тастаймын. Маған жартысы керек. 16 тор көз болып шығады. Маған тор көзбен кері жоқ, сантиметр квадрат. 16-ның әрбір төртеуі бірді береді. Сонда 4-ке бөлем, 4 сантиметр квадратқа тең екен. Мына жақ бөлігі 4 сантиметр квадрат. Енді мына жағын табам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ал бұлайынан бізде 8 болған. Сонда 8-ді көбейтем 6-ға болады 48. Енді 48-дің жартысы керек маған. Бөлемін 2-ке 24 тор көз шығады екен. 24 тор көз, әрбір төртеуі бірге тең, сонда 24 4-ке бөлемін, шығады 6, иә, сонда 6 сантиметр квадратқа тең екен мына жақ бөлігі. Ендеше үшбұрыштың ауданы тең болады 4 қосу 6, 10 сантиметр квадрат екен. 872-ші есеп теңдеуді шешіңдер. Бірінші теңдеу x плюс 9 бөлінген 7 тең болады 1 қосылған x плюс 1 бөлу 3. Бұл теңдеуді шешкен кезде алдымен барлығын ортақ бөлімге келтіріп алайық. Немесе барлық сандарды бір санға көбейтеміз деп айтамыз, иә? Мысалы, 7, 3 қысқар кету үшін барлығын 21-ге көбейтем. Сонда 21-ге көбейткен кезде мынаған 3 қана қалады, 21 мен 7 қысқарады да, 3 қалады. Мына жерде 21 мен көбейтем. Мына жерде 21 мен көбейткен кезде 3 пен 21 қысқарады да, мында 7 қалады. 7 мен көбейтеміз сонда. Бөлімдердің бәрі қысқар кетті. Мынаны 3-ке көбейтсем, 3x плюс 27 болады, тең болады. Мына жерде 21 плюс 7-ге көбейтем, 7x плюс 7. Сонда x-терді жинақтаймыз бір жаққа, 3x, мына 7x минус 7x болып келеді. Тең болады, 21-ге 7-ні қосам 28, одан мына 27-ні азайтамыз. Мұнда үлкен таңбасы минус 4x шығады, тең болады 1-ге.
Енді x-ті табу үшін 1-ді минус 4-ке бөлем, минус 4-тен 1, яғни минус 0,125 шығады екен. Келесі екінші теңдеу, бұл жерде 1 минус 5x минус 2 бөлінген 6 тең болады x минус 5 бөлу 9 болады. 6, 9 барлық қысқар кету үшін 18-ге көбейту керек. Мынаны 18-ге көбейтем. Мынаны 18-бен көбейткен кезде 6 мен 18 қысқарады да 3 қалады. Мына жерде 18-бен көбейткенде 9 бен 18 қысқарады да, мында 2 қалады. Барлығын бір санға көбейтіп шықтық. Енді бөлімдер қысқарып кетті, алымдарын жазам. 18 минус 3-ке көбейткенде 15x. Так, мына минус пен минус плюсқа айналып кетеді, 6 болады. Тең болады 2x минус 10. Енді мына жерде минус 15x, 2x келеді минус таңбасымен, тең болады минус 10, 18-ге 6-ны қосам 24, 10-ны жаққа қосады, минус 24 болады. 2 теріс сан қосылады, таңбасы теріс минус 17x болады, тең болады, мына жердегі қосылады, минус 34 болады. Енді x табу үшін минус 34-ті минус 17-ге бөлем, 2 шығады екен. Үшінші теңдеу, 3x плюс 4 бөлінген 5 қосылған x минус 7 бөлу 2 тең болады 2 көбейтілген 2x плюс 3 бөлу 5. 10-ға көбейту керек. Сонда 5 пен 10 қысқарады 2 қалады, 2 мен 10 қысқарады 5 қалады, жерде 2 қалады. Көбейтіп шығам енді. 6x плюс 8 болады, плюс 5x минус 35 болады. Тең болады, мына жерде 2-ке көбейтем 4, 4-ті әрбіреумен көбейтіп шығам жақшаның ішіндегі, сонда 8x плюс 12 болады. Мына жерде 11x, оған мына 8x келеді, минус 8x болып. Тең болады, мына жақта 12, мына жерде 35-тен 8-ді аламын, минус 27 болады, минус 27, мына жаққа 27 болып барады. Мұнда азайтамын 3x қалады, тең екеуі қосылады, 39 болады. Енді x-ті табу үшін 39-ті 3-ке бөлем, сонда 13 шығады. Так, төртінші теңдеу 7x минус 3 бөлінген 2 азайтылған 9 минус 4x бөлу 3 тең болады 7 минус x бөлінген 2. 2, 3, 2 бәрі қысқар кету үшін 6-ға көбейту керек. Сонда 6-ға көбейтсем 2 мен 6 қысқарады да, мұнда 3 қалады. 6-ға көбейткенде 3 пен 6 қысқарады да, 2 қалады. Мұнда 3 қалады. Бөлімдер қысқар кетті, енді мына қалған сандармен көбейтем. 21x минус 9 минус 18 минус пен минус плюс болады, 8x тең болады, 3-ке көбейтеміз 21 минус 3x болады. Енді міне 21-ге 8x-ті қоссам 29x болады. Оған мынау плюс таңбасымен келеді 3x. Тең болады 21 мына жақта. 2 теріс сан қосылады, таңбасы теріс минус 27 болады. Минус 27 мына жаққа келеді плюс 27. Мұнда екеуінің қосындысы 32x болады. Тең болады, қосамыз 48 болады. Енді x табу үшін 48-ді 32-ке бөлем. 48-дің ішінде 32 бір рет бар, қалдық 16 алымына жасалады. Сонда 16-ға қысқарады, x тең болады 2-ден 1 немесе 1,5 деп жазамыз. 1,2-ден 1 немесе 1,5.